Бұл қазақтың тойы кездеспегенді кездестіретін, жүздеспегенді жүздестіретін, табыспағанды табыстыратын, ұят боладының арқасында жүздесетін және жүздесіп арқа-жарқа болатын тамаша бір той. Қайдан келе жатсың, қайда бара жатсың, тойдан тойға деген мынау қазір Алланың беріп тұрған бір сәтке мүмкіндігі, бұны бағалай алсақ, бақ бізден мәңгі болары хақ. Тойсыз күндерді де көрдік, ойынсыз күндерді де көрдік. Ой үстінде біртіндеп жан-жағымыздың азайып бара жатқанын да көрдік. Қазақ қаншама күнді де көрді, ашаршылықты да көрді, тоқырауды да көрді. Бәрін де көріп келе жатыр. Қазір айтамыз кейде, қазақтың тойдан басқа дүниесі жоқ деп. Қазақ тойласа, енді бір 15-20 жылдың үстінде тойлап жатқан болар. Оның үстінде мынау кең даламызда қаншама біздің бабаларымыз аштықтан, тоқырау жылдары, тамақтың жоқтығынан емес, бар кезінде қазақтың аузына жетпегендігінен қырылған болатын. Ал қазір бейбіт күннің астында, егемен елдің астында, тәуелсіздігіміздің арқасында көргеніміз күнде той болып, сонау қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған заман болып жатыр. Бұл бір сәттік қызық болар, бір сәттік қуаныш болар десек те, сол қуаныш болашақ ұрпақтарымызға да бұйырсын деп тілейміз.